Әбіш Кекілбайұлы Үркер романынан үзінді. Әрине, малдың басы да, жанның басы да тек уыздай ұйыған татулық бар жерде қаулап өспекші. Ал ондай татулық, ондай бірлік тек темірдей тәртіп бар жерде жүрсе өспақшы. Өйткені азды құртудың жолы кеңдік. Мол дастарханға шаша салған болымсыз дәм кімді тойындырып қарық қылады. Көпті құртудың жолы тарлық. Тарастаудың басында қаны кеуіп қаталаған төртаяқтылар бірін-бірі тапап өлтірмейін. Аз жетіліп, қатарға қосылсын десең, ұзын арқан кең тұсау тіршілікке жібермей, белін бекем бутырып сара жолға сал. Көп көбейіп, дені жайылсын десең, тарқамашауға тығып тұмшалай бермей, кеңге шығар. Біздің қазақ осыны білмейді. Аяғын көрпесіне қарап көсілмейді. Даласының кеңдігі, малының бағы да өзінің соры болуға айналды. Жан басына бір жал жетеді. Жал басына бір ақ үйді тікте. Қыраңына қойыңды, құрағына жылқыңды өргізде. Шалқаңнан түсіп, шаңыраққа қарап түкіріп жата бер. Жер өзіңдікі, үй өзіңдікі, су өзіңдікі, мал өзіңдікі. Сенде кімнің шаруасы бар? Бір өзі бір өңірдің иесі болса, кез келген қазақтың жалбатымағы шалқақтамағанда кім шалқақтайды? Қазақтың ақсағы да, тоқсағы да, шартығы да шалқақтайды. Тіпті тазы кеш, тазыңа дейін шалқақтайды. Бөркім түсіп кетіп, басымның жарасын көрсетіп алармын ау деп қорықпайды. Айдалада оны көрем дегенде кім көреді? Бір қырдың басында бір өзі ысқырынып отырған қаптаған жер тәңірді кім көндіре алады, кім еліктіре алады? Қара аңсап, айдалада кетіп бара жатқан бейсаубат жолаушыны соңынан қуып барып, аты жөнін, ата бабасын сұраса келе, қарын бөле шығып, үйіне шақырып әкеп, бағылан сойып, насыбай атысып, ертеңіне түс түйістіріп жылап айырылысатын бауырмал қазақтардың басын бір алқа қотанға қоссаң, әрқайсысы әр жерден шіреніп, әр жаққа шалқаяды. Ортақ өгізден оңаша бұзау деп кергиді. Он қазақты бір дастарханға жинасаң, бәрі де бір-бір бас, бір-бір жамбас ұстайтындай. 10 басты, 10 жамбасты, 40 аяқты, 20 көз, 20 құлақты қой тауып союың керек. Ал ондай қой қандай таптырмайтын болса, қазақтың бабы да сондай таптырмайды. Бас-басына шалқаюды бостандық, бет-бетіне шіренуді еркіндік көреді. Олар осылай еркін жүріп, еркін тұру деп осылай тос-тос шашырап жүрген